Сәлем достар, видеоны қарамас бұрын қазақша контентті қолдап, лайк басып және комментарий жаза отырыңыздар. Бүгін дайындайтынымыз түріктің рахатлықын десерті. Оған ең алдымен табаға кокос ұнтағын сеуіп дайындап қоямыз. Содан кейін негізгі қоспасын дайындаймыз. Негізгі қоспасына 1 литр сүт, одан кейін 1 стакан қант, бір стакан ұн, және ванилинді салып араластырамыз. Орташа отқа баяу қайнатамыз. Осында қою болу керек. Видеодағыда бүркілдеу керек. Бүркілдегеннен кейін алып тастайсыз. Алпыс грамм май қостым. Араластырамыз. Осы жерде тым қою болып кеткесін кішкене сүт қостым 100 миллиграмдай. Қоспаны жаңа сепкен кокос ұнтағын үстіне құямыз. Құйып болғасын ақырындап, жақсылап, жайып. Болғасын кішкене суып тұру керек. Суып болғасын тоңазытқышқа кемінде 4 сағатқа қою керек. Содан кейін кремін жасаймыз. Креміне 150 миллиграмм сүт керек. Содан кейін сүтті қойылататын ұнтақ, яғни загуститель для сливок қосып миксермен араластырамыз. Ең бірінші ақырын баяу араластырып, миксермен. Содан кейін максималды скоростьпен араластырамыз. Осында қою болғанша, осында консистенция болу керек, қоюлығы. Одан кейін қоспаның үстіне кремді салып, ақырындап біркелкі қылып жаямыз. Жайып болғасын пышақпен біркелкі қылып кесеміз. Кесіп болғасын, видеода көрсетілгендей әр бөлшегін рулет қылып жинап аламыз. Осындай әдемі түріктің десерті болды. Істеңіздер, көріңіздер. Шайларыңыз дәмді болсын.